Жылдам хабарнама. Ассалаумағалейкум, құрметті көрермен, бізді тамашалауды және де бір ғана лайк түймесін басуды ұмытпаңыздар. Екібастұздық оқушылар ертең мектепке бармайды. Олар қашықтан оқуға ауыстырылды. 28 қарашадан қаладағы бақшаларда жұмысын уақытынша тоқтатады. Оған жылу энергетикалық орталықта болған апат себеп. Салдарынан 25 градус аязда тұрғындар жылусыз және ыстық-сусыз отыр. Бұл бір айдың ішінде елде қайталанып отырған екінші жағдай. Қарашаның ортасындағы шығыстағы Риддер қаласында тұрғындары орталықта апат болған кесірінен жылусыз қалған. Бізді тамашалауды жалғастырыңыз. Жылдам хабарнама. Ассалаумағалейкум, құрметті көрермен, бізді тамашалауды және де бір ғана лайк түймесін басуды ұмытпаңыздар. Ақмола облысындағы екі трассада қоғамдық және дизельмен жүретін көлік құралдары үшін жол жабылды деп хабарлайды бақ.кз. Республикалық маңызы бар автомобиль жолдарының ұлттық операциясына сілтеме жасалды. Сағат 21:00-ден бастап ауа райы нашарлауына байланысты Ақмола облысының қоғамдық және дизель көліктері үшін Екатеринбург, Алматы, Астана қаласынан Анар станциясына дейін және Астана, Петропавл, Астана қаласынан Көкшетау қаласына дейін трассаларда учаскелері жабылды делінген хабарнамада. Бізді тамашалауды жалғастырыңыз.